рахмет айтқым келеді. Ұстаздар бізді оқытып, тәрбиелеп, қастерлеп, біздің білімімізді арттырып, әріпті, санды үйретеді. Алғысым шексіз ұстаздарға. Өте жақсы. Рахмет, Инабат. Саған мынандай 1 наурыз алғыс айту күнімен ақ тілегің үшін саған рахмет айтам. Қол соқпаңдар. Сіздерге мың алғыс. Өйткені сіздер бізге әріп үйретіп, сан үйретіп, жазуымызды түзетіп, және де оқып үйреткендеріңізге шексіз рахмет. Менімен дос болғың келе ма? Әрине. Әрине. Дос болу үшін не істейсің? Дос болу үшін сабақты беске оқып, айтқаныңызды тыңдау. Жақсы. Ендеше Арнұр саған 1 наурыз алғыс айту үшін, дос болғаның үшін саған рахмет айтам. Жақсы балалар, тақпақ жатта кигендерің бар ма? Я, Кәусар айта ғой. Ұстаздың сөзің алғыс баға жетпес, әр сөзі 1000 жыл жүрсе дәмі кетпес. Шәкірттің баласындай қадірлеген ұстазым 1000 алғысқа саған жетпес. Өте жақсы балалар. Ендеше Кәусарға 1 наурыз алғыс айту күніне ақылдылығың үшін рахмет айтам. Тағы да бар ма? Ал айта ғой. Алғыс күні айтылыпты 1 наурыз парыз екен, бәрін айтып алғыс. Өмір берген, жан берген, қуат берген Аллахыма айтамын мен шексіз алғыс. Өте жақсы. Қол соқ қойыңдар. Міне саған. Тағы аласылай айта ғой. Дүз отырамыз. Бір-біріне алғыс айтқан азамат адамдықтың түріне шыға берсін қадамда. Тарихынан бастау алған ұрпағыңа болашаққа міндет даралап. Жақсы. Қол соғамыз. Ендеше Асылайға да ақылдылығың үшін рахмет айтам саған. Менің елімнің берекесі, жаңа жыл халқымның мерекесі.